Құрметті менің сүйікті тыңдармандарым, каналыма тіркеліп лайк басып, әңгіменің соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Ыдыс-аяқ жинастырып жүрген Бинур шкафтың ішінде орын алып тұрған қара қазанды қайда қоярын білмеді. Осы қазанды күйеу екеуі Астанаға бөлек үй болып шыққанды енесі берген. Ішіне 5 литр су еркін сияды. Бұған етте, бауырсақта пісіретін, картоп бұқтыратын, кейін ас үй мебелі, оған қоса ыдыс сервиздері алынғаннан кейін әдемі ыдыстардың арқасында бұл қазан тұратын орын жетпеді. Бірде бұлай ығыстырады, бірде олай ығыстырады. Ретін таппайды. Осы қазанға тамақ пісірмейтін болды. Өйткені бұл тұрып жатқан әсем үйлерде көгілдір отын тартылмаған. Бәрі қуатты ток жүйесіне қосылған. Ас үйдегі плитка токпен ғана жұмыс істейді. Плиткаға қазанның доғал табаны да сәйкес келе бермейді. Бинурға салса, бұл қазанды баяғы далаға лақтырып тастар еді. Енесінің көзі тірі. Анда-санда осы үйге қыдырып келгенде тыныш отырмайды. Сол қазанды іздеп отырады. Іздегені де қызық. Беу, мына бір жылтырағын ыдыстарыңның түбі күйіп кетпей ме? Ана баяғы қазан қайда мен берген? Сонымен лып еткізіп пісіре салмайсың ба? Десе, енді бірде. Қазанға піскеннен кейін мынаның дәмі біртүрлі татитын сияқты мамаған. Ертең сол қазанға өзім сендерге әдемі бір палау жасап берейінші. Қайда тұр өзі? Көрсетші. Шкафының қай жерінде? Деп бір қояды. Мына жақта тұр, апа, міне. Деп Бинур қазанды және тұрған жерді көрсетеді. Мына жылтыраған ыдыс қазіргі заманның осы плиткасына сай. Өзіміз осыған үйреніп қалған соң бауырсақты да осыған пісіреміз. Қайта қазаннан гөрі бұл ыдысқа тез пісетін сияқты. Деп түсіндірген болады Бинур енесіне. Енесі енді келіннің неге екенін белгісіз қазанды тастап қоймайсың дейме, қолпаштаңқырап сөйлейді. Бинур-ау, айналайын, иесің бар ғой. Ана үлкен келінге үлкен қазанды, ал сендерге шаңырақ иесі деп көкемнің көзіндей атасын айтқаны. Осы қазанды әдейі бөліп беріп едім. Рас, замандарыңа бәрі басқа болып жатыр. Сөйтсе де күнім бұл қазанды сыртқа лақтырып тастап жүрме. Ескертіп қояйын. Ырысы бар қазан. Тіпті пайдаланбасаң да үйіңде тұрсын. Анда-санда бауырсақ пісіріп қой. Іші қаңылтықсымасын. Тегінде менің де естігенім әрі көргенім бар. Айран пісетін көбімен ас пісіретін қазан жарықтық қаңсып, бос тұрып қалмау керек. Қазанда арыс пен несібе тұрады дейді. Көп пайдаланбай бос тұрып қалса, шайтан ыдыстың ішіне әбден түкіріп, білгенін істейді екен де, арыс пен несібе шошып, басқа жаққа ұшып кетеді дейді екен бұрынғылар. Солардың айтқандарының бәрі рас. Осы қазанды көкем тағы да атасын айтқаны. Мен келін боп енді түскен кезім. Бұқараға барғанда маған әдейі сыйға келіп, үрім бұтағың өсіп өнсін, ырыс берекең тасысын, жамандық көрме, жақсылық көр, деп атасын беріп алдымен бұған сүт пісіргізіп, одан өзі дәм татып ішкені әлі күнге дейін көз алдымда. Көкем одан кейін осы қазанды қалай сатып алғаны жайлы айтып берді. Кетіп бара жатсам бір үйдің көлеңкесінде тәжік пе өзбек пе бір қаба сақалды қарт. Мына қазанды алған адамның келіні ұлтуат. Отбасында ырыс берекесі мол болып, ол 7 атасына дейін еркін жетеді. Үйткені қазан сондай ырыммен 7 түрлі қоспадан. Шойын, темір, мыс, жез, алюмин. Бір мысқал күміспен алтынның күлінен құйылған. Алған адам еш уақытта өкінбейді. 7 атаға мұра болар құт қазан. Алғаныңа өкінбейсің, деп отыр екен. Мына сөзді естігеннен кейін қалай сатып алмасқа? Бұрылып барып, әлгі қарттан ақ сырғам ұлтуар мекен деген ырымдап сатып алдым. Жаңағы қарт тегін адам емес екен. Алдың, енді жөніңе кете бер деген жоқ. Тоқтатып тұрып, алақанымды жайғызып, бар ықыласымен
көл көсір батасын берді де. Бұл менің өз қолымнан жасаған, жаңағы 7 қоспаны балқытып құйған соңғы қазаным. Және соңғы қазынам. Кәсібімді үйренгендер көп ақша төлейді деп зауытқа кетіп қалды. 70 жылдан астам атадан балаға мұра боп келе жатқан шеберханамды, оған жалғас тұрған үйімді, қора қопсымды үкімет алып, быт-шытын жасап бұзбақшы. Орнына құс фермасы салынады дейді. Соңғы қазаным болған соң ба, іштен шыққан балам сияқты деп кемсеңдеді. Мен тағы да қартқа қалтама қолымды салып ақша берейін деп едім, ол алмады. Өз бағасынан артық бердің, енді ол болмайды, деді. Жақсы ырым қылып ақсырғама әкелдім. Құдай қарттың айтқаны келсін, дегенді көкем. Қалай осы қазанды пайдаландық, ес болсынның көкесі басқарма бастығы болды. Құдай несін айтсын, күнде үйде мал сойылады, күнде қонақ. Бұл қазан ба, енемнің бір қойдың еті түгел сыйып кететін қазаны болған. Ол да жер ошақтан түспейді. Малдың басы да өсті, жаман болған жоқпыз. Қос-қостан 10 литрлік самауыр селкілдеп, ол қайнап тұрады. Колхоздың бастықтары, ауданнан келген уәкілдер біздің үйді босатпайтын. Мен де шаршамаймын. Ес болсынның папасы да шаршамайды. Қонақ жай, мейман жай болдық қой. Көкем әйтеуір маған риза болатын. Ақ сырғашым, біздің кемпірдің енесін айтқаны. Топырағынан жаратылған, қолы кең, қабағы ашық, содан соң бұл үйден қонақ кетпейді. Айналайын, осыныңнан танба. Әр қонақтың өз несібесі бар, дейтін көкем әр келген сайын. Қонақтар келіп қалады екен деп сексеуілдің шоғын өшірмеймін. Күлге көміп қоям. Көз көктем кезінде де пештің тамызығын дайындап, отынды құрғатып қоямын. Ұнды қаптап әкеліп қоямыз сарайға. Жер ошақтан от босамайды. Мен де жаспын ғой, шаршамаймын. Сол жылы аяғым ауыр еді. Ес болсынның ағасы, көп болсын, келді дүниеге. Тойда той, әйтеуір бәрі жақсы болып жатты. Алғашқыда 3 бұзаулы сиыр көбейіп 5 бұзаулы сиыр болды. Оның сүтін пісіру, айран ұйыту, құрт жасау, бәріне үлгерем ғой. Ашытқа мен бауырсақты ыстықтай осы қазанға пісіре салам. Келген адамның бәрі риза. Ауданда бір уәкілдердің ішінде кәріс ұлтынан біреу біздің ауылға бір айға кәмәндіріпке келген екен. Өзі бойы кішкентай, өте арық кісі. Көзінде көзілдірік. Бастықтары ойыншыны аралас әзілдеп айтыпты оған. Басқарма бастығы Майлыбаев Бекбосынның үйіне жат. Әйелі ақсырға сені бір айда семіртіп шығарат, деп. Айтқанындай сол кәріс уәкіл біздің үйде әппақ болып семіріп, қарны шығып, кетерінде маған риза болғаны шығар. Сен мынау әйел, деп бас бармағын көрсетіп кетті. Осыларды қазір ойлап отырсам, өзіме өзім сенбеймін. Тыңдап отырған сен де сенбейсің ғой, деп енесі Бинұрға қарады. Жоқ апа, о не дегеніңіз? Мен сенем сізге. Сіз туралы көп жақсы әңгімелер естігенмін. Сіз басқарманың келіншегі болғансыз, көрікті болыпсыз. Ес болсын, мен кластас оқыған бір қыз бар ғой. Ауылда мектепте мұғалім Жанерке сол айтқан маған. Сенің енеңді жас күнімізден білеміз. Ол апай түске дейін бір көйлек, түстен кейін бір көйлек киетін керім кісі болған деп. Жанерке айтты ма? Көрші болдық қой. Ау, өйтпегендеші. Келім кетім адамдар көп. Таңертең кешке сиыр сауарда бір көйлек кием. Етегі топыраққа тиіп бүлінеді ғой. Ауылдағылар соны айтады. Күн ысып кетеді. Онда жұқа крепдешін көйлек кием. Қолымда машина, сыр еткізіп тіге салам. Тауарды әптәлепке өздері әкеліп береді ол кезде. Таңдағанымды алам. Сіз көрпелерге де ақ шұғадан тыс тегеді екенсіз ғой. Ол кезде ауылдағылардың бәрі ондай түспен көрпелерін қаптамайды. Неге өтпеймін? Басқарманың үйі болған соң қонған адамдар жер кембесін деймін. Колхоз бастықтар келеді шіренген.
Бір қонып кеткен соң, ертесіне жуып, басқа тыс қаптап қоям. Сол келгенде енесі Бинұрға осылай бір шешіліп сөйлеген. Өзі берген қазанға ертесіне дәмі ауыздан кетпейтін палау пісірді. Сөйтте марқұм ұлына Астанаға бой жазып келген екен. Соңғы рет өз қолынан келіні мен ұлына, немерелеріне татырған дәмі екен. Артынша ауылға барған соң, бір айға жетпей енесі Ақсырға үлкен ұлы көп болсынның қолында қайтыс болды. Бинұр көпке дейін енесі айтқан сөздерді қайта-қайта еске алып жүрді. Бір күні күйеуі ес болсын 3 бөлмелі пәтер алып, есілдің сол жағалауына көшетін болды. Үйдің барлық заттарын буып түйу әрине Бинұрдың еншісінде. Бұл отырған 2 бөлмелі пәтерін барлық жиһаз жабдықтарымен сатып алатындарға қалдырды. Ас үйдегі жабдықтан Бинұр цептер қымбат ыдыс аяғын өзіне алып кетуге жиыстырды. Осы кезде шкафтың бұрышында тұрған қазанға көзі түсті. Мұны не істеу керек? Қазан қайда? Деп сұрайтын ене жоқ. Ойланып жатпастан салафанға ораған күйі даладағы қоқыстар төгетін темір жәшіктің қасына апарып қойды. Біреулерге керек болса алар, деді. Дәл сол күні кешке қарай жаңа ғана тұрмысқа шыққан Айзада қоқыс тастауға келді. Көзі дөңгеленген бір қазанға түсті. Жас отбасы болған соң бәрі керек. Өткенде бір қазан алғысы келген. Ақшасын үнемдеп ала алмай, келесі айлыққа қалдырған. Егер мына қазанды алып, жуып шай пайдалансам, нем кетеді? Бір байлар мұны қажетсінбей тастаған шығар. Әбден ысқылаймын, тазартамын, пайдаланамын, деді де жас келіншек тастаған қазанды үйіне алып келді. Өзі есептегі қаражатын үнемдегенге көңілденіп сала берді. Пәтер ақыға онша төлейміз, тамаққа мұнша қалу керек, бір айлық жол жүретін билетке мұнша деп айлық алғанда бөлшек дегенде дымда болмайды. Қазан бар, қалған ыдыс аяқ әзірге тоқтай тұрады, деп көңілденгені сол. Ертесіне қазанды ерінбей ысты. Бұрын қатты ысылмаған қазан екен. Ысқан сайын жарқырай түсті. Ішінде сыртында ысып, Айзада оны жарқыратып су жаңа етті. Айзаданың әжесі айтып отыратын, қандайда бір жаңа ыдысты пайдаланарда жақсы тілек айтып барып қолдану керек, дейтін. Сол есіне түсіп қазанға су құйып жатып, қазаным, асымды мол қыл, жұғымды қыл, татымды ет, үйіміз берекелі болсын, қазаннан ас түспейтін берекелі болсын, аумин, деп өзінше тілек айтты. Осыны айтып тұрып, аузыма түспейтін сөздер қайдан өзі түсіп жатыр, нағыз әжелердей, деп таңғалды. Артынша Айзаданың күйеуі Жақан қуанышты хабар алып келді. Біздің мекемеде бір кісі Жапонияға отбасымен 2 жылдық оқуға кетті. Ол пәтерін 2 жылға маған қалдырды. Пәтер ақы төлемейміз. Тек ай сайынғы коммуналдық қызметіне төлеп тұрсаңдар болды, деді. Деп келді күйеуі Айзадаға. Ертең көшеміз. Айына 90 мың төлейтін пәтер ақыдан құтылғанына екеуі де мәз болды. Жаңа пәтерге көшкенін олар үлкен дастархан жасап, ұжымдағыларды шақырды. Қоқыстан табылған қазанның ішінде жылқының еті бүлкілдеп қайнап жатты. Бұдан кейінгі қуанышты хабар Айзаданың аяғы ауыр болып, оның қуанышы аталды. Дүниеге ол сәби келді. Оның тойы тойланды. Қара қазан қайнаудан ылғи босаған емес. Жақанның қызметі өсті. Тойланды. Жақан мемлекеттік бағдарламамен берілетін үй кезегіне ілікті. Тойланды. Содан соң көп ұзамай үй алды. Тойланды. Жас отбасы осылай үсті-үстіне бақытқа кенеле берді. Айзада жаста болса аңғарғыш. Негізі, осы қоқыстан тапқан қазанымды құт бар, Аллах ишін, деп күйеуіне үнемі айтып отырады. Ал қазанды тастаған Бинұр мен Есболсынның жаңа көшіп келген 3 бөлмелі пәтері құта келмеді. Кеден комитетінде қызмет істейтін Есболсынға қарадай қарай
жазықсыз жала жабылып, істі болды. 3 бөлмелі пәтері сатылды. Қымбат көлігі ол да кетті. Сотқа қорғаушыға қаражат керек боп, Бейнұр үйдегі сатып алуға жарарлық дүниенің бәрін сатты. Тептер қымбат ыдысында арзанға беруге өткізді. Өзінің бағалы алтын меруерттеріне дейін аямай ломбардқа салды. Әйтеуір 2 жыл дегенде жазықсыз жаладан арылып, ес болсын бәрінен құтылды. Енді қазір жұмыссыз. Інісі істі болғаннан кейін ағасы ауылында ағайындарды жинап, құдайы ас берген. Ауланың ішінде үлкен қара қазанда бір қойдың еті тұтас салынып қайнап жатты. Әйелдер жағалай отырып, еткен нан әзірлеуде. Үйдің көлеңкесінде жас нәрестесін емізіп отырып, Бейнұр бірден ошақ басына жүгірді. «Жеңеше», деді ол абысынына, «мына үлкен қазан баяғы апамның қазаны ғой, ә?» «Дәл өзі, жай сұрадың ба?» «Маған елде отырсың, осы қазан саған лайық», деп маған берген. «Саған өзінің қолындағы күнделікті ұстап жүрген қазанын бердім деп еді ғой?» «Иә, берді. Мен дұрыс жасамадым. Сол қазанның құты бар еді. Мен құрттым оны. Құтты қашырдым, жеңеше. Апам байғұс қайтыс боларының алдында үйге келгенде, айналайын, түсінесің ғой өзің, ақылың бар ғой деп, жұмсартып отырып бәрін түсіндірсе де түсінбеппін. Ақымақтығымды қарашы», деп солқылдап жылап жіберсін. Сол жерде ағайындардың әйелдері жиналып, бәрі не болды деп сұрап әуре. Бейнұр солқылдап әбден жылап болған соң, енесінің өз үйіне келгендегі қазан тарихы жайлы әңгімесін және қазанды құрметтеу жайлы өсиетінде соңғы рет өз қолымен дәмді палау пісіріп бергенде айтып бергенде, әйелдердің бәрі көздерінен жасалды. Шіркін-ай, ақсырға енеміз алтын адам еді ғой. Бүкіл ауыл әлі тамсанады ол кісінің істеген істеріне, деп әрқайсысы еске алды. Анау 3 бөлмелі үйге көшерде қазанды далаға қоқысқа өзім апарып тастадым ғой. Ал содан соң қараңыздар, сол үй бізге опа берді ме? Берген жоқ. Миыма бүгін мынау дәу үлкен қазанды көрген соң келіп отыр. Өкініштімін. Қайтейін, апамның айтқанын істемегеніме. Ырыс несібе дегеннің түп тамырын түсінсемші мен, дей берді Бейнұр. Әңгіменің соңы. Каналыма тіркеліп лайк басып, әңгімені қолдай отырыңыздар. Тыңдағандарыңыз рахмет.